Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kelesi bab Ma jaa fi qawli Rasulillahi qabla at-ta'ami ve ba'da ma yafragu minh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tamak ішуден алдын және кейін айтқан дұғалары туралы. Абу Айюб әл-Ансари деген сахаба айтады, радиаллаху анху, біз бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен бірге тамаққа отырдық дейді, бір дастарханға. Сөйтіп алдымызға тамақ әкелді. Тамақты жеп бастағанымызда біз одан берекелі тамақ өмірімізде көргеніміз жоқ дейді. Яғни сондай бір берекелі болды, дәл сондай берекелі тамақты біз бұдан бұрын көргеніміз жоқ дейді. Сөйтіп барлығымыз тамақ жей бастадық. Вала ақалла баракатан фи ахирихи дейді. Бірақ соңғы жағында тамақ таусылуға жақындаған кезде сондай бір берекесіз тамақ болып кетті дейді. Сосын біз айттық дейді, Алланың елшісі, бұл қалай болғаны деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна закарна смаллахи хина акална." Біз тамақ жеп бастаған кезде бағана барлығымыз Аллах тағаланың есімін айттық дейді. Яғни бисмилля деп бастадық тамақты дейді. "Сумма қаъада ман акала ва лам юсаммиллаха та'ала фа акала ма'аху шайтан." Содан кейін біреу келді, тамақтың ортасында ма, аяқ жағында ма біреу келіп отырған ғой араларына. Ол Алланың атын айтпай, яғни бисмилля демей тамақты бастап кетті. Қосылып кеткен ғой тамаққа. Онымен бірге шайтан да тамақ жеді дейді. Сосын берекесі кетіп қалды тамақтың. Енді бұл жерде ғалымдар айтады, шайтанның жеуі тура мағынасында болуы да мүмкін. Кәдімгідей азайтып жеуі де мүмкін сендермен бірге, немесе ол берекесі кеткендігін білдіруі де мүмкін дейді. Бірақ қалай болғанда да тамақ азайды немесе берекесі кетті. Бір риуаятта, енді бұл жерде шархында келеді, пайғамбар алейхиссалам ол уақытта, жаңағы адам келген уақытта тамағын жеп болған уақыты дейді. Бірақ басқалар жеп атқан кезі ғой енді. Өйткені шайтан пайғамбармен бірге отырмайды. Пайғамбар отырған жерге қалай шайтан келіп отыр? Пайғамбар алейхиссалам тамағын жеп болып, қалғандары жеп жатқан кезде келіп қосылған дейді ана. Сол үшін де басқа бір риуаятында осы, дәл осы хадистің, әлгі кісі бисмилля деп айтқанда лакафакум дейді. Сендерге жететін еді ол тамақ дейді. Сендерге деп жатыр да. Сондықтан әлгі бисмилля деп айтпастан тамаққа қосылып кеткендіктен онымен бірге шайтан жеп тамақтың берекесін кетірген екен. Жалпы өзі шайтан тамақ жейтін кезде ғана емес, үйге кіріп шыққан кезде де. Пайғамбар алейхиссалам хадистерінде бар ғой, кімде-кім үйіне кіріп келе жатып бисмилляны айтпайтын болса, бисмилля болғанда енді бір үш ауыз сөз дұғасы бар ғой. Бисмиллахи валажна ва бисмиллахи харажна ва аля роббина таваккална деген. Алланың атымен кірдік, Алланың атымен шықтық және Аллаға тәуекел еттік деген. Сол дұғаны оқымай, жалпы Алланың есімін атамай үйге кіретін болса, шайтан онымен бірге кіреді дейді. Тамаққа отырған кезде де Аллахтың есімін атамай тамақ жейтін болса, шайтан онымен бірге жейді дейді. Сондықтан мысалы біреулер өмірінде ешқандай бір істің басында да аяғында да бисмилля айтпайтындар бар. Шайтан өмірінде істеп жатқан құдай білсін мысалы да. Сондықтан бұл нәрселерге жай қарамау керек, әрі ондай қатты бір қиындықты, күш жұмсауды талап ететін нәрсе емес. Оңай ғана тек ауыздан шығатын сөз ғой. Келесі риуаят Айша анамыздан жетеді. Иза акала ахадукум фанасия ан язкураллаха та'ала ала та'амих. Пайғамбар алейхиссалам айтады, сендердің біреулерің, яғни қайсы бірің болсаңдар да, тамақ жеп жатқан кезде, яғни бисмилляны айтуды ұмытып кеткені есіне түссе, тамақ бастап кеткен, ондай кезде бисмиллахи аувалаху ва ахирах деп айтсын дейді. Басында, аяғында Алланың атымен деп. Тамақтан басында, аяғында, соңында бәрін Алланың атымен жедім деп бисмиллахи аувалаху ва ахираху деп айтсын дейді. Бұл жаңағы ұмытып кеткен жағдайда. Сондықтан да мынау біреу ұмытып кетуі мүмкін. Мысалы сіз
тамақты көпшілікпен жейін деп жатқан кезде мына бисмилланы естіртіп айтқан жақсы дейді. Өйткені мысалға сіздің есіңізде болғанмен қасыңызға біреу есінен шығып бара жатса, сіздің бисмиллаңызды естіп ол да есіне түсіріп бисмилля дейді. Сондай бір жалпы әдет бар. Іште айту болады ғой, бірақ көпшілікпен қасыңызда тағы адамдар болса, ол да естісін деп бисмиллах деп айтқан жақсы. Ол да ой салады ғой, адам ұмытып кетіп жатқан болса. Жоқ, енді ол бұл жерде тексеру емес қой. Айттың ба, бәрінен сұрап шықпайсыз ғой. Енді солар ұмытып кетпес үшін, олар мысалы ішінде біреусі ұмытып бара жатқан болса, сіздің бисмиллаңызды естіп, оқы, ол да бисмилля дейді ғой. Сондай мақсатта ғана. Жоқ, ол сіздің айтқаныңызды біледі ғой. Енді Амр ибн Салама деген, ибн Аби Салама деген сахаба, Омар ибн Аби Салама, пайғамбар алейхиссаламның жаңағы тәрбиесінде өстім деп, бұл сахаба жалпы жас бала кезінде пайғамбар алейхиссаламның көбінде үйінде болғандығын айтады. Енді пайғамбар алейхиссалам бір күн соған айтқан: "Удну я бунайя", бала жақында деп, яғни тамаққа кел деп. Сосын мына үш әдепті үйреткен тамаққа қатысты. Фасаммиллаха таала, бірінші Аллахтың есімін ата, яғни бисмиллах деп айт. Екіншісі вакул бияминик, оң қолыңмен же, вакул мимма ялик, сосын өзіңнің алдыңнан же дейді. Енді өте қарапайым, әрбір мұсылман білуі тиіс осы үш әдеп. Шынында да бүгінгі күні мұсылман қоғамында, мұсылман отбасыларында кейбір жерлерде жоқ болып жатады. Сондықтан осы үшеуін балаға да, басқа үлкенге де әрқайсысына өзіне бір жарасымды сөзбен жеткізу ол біздің міндетіміз. Өйткені біреулер ұялады, арланады, тәкаппарланады, мен солақаймын ал, жей алмаймын ал, не істейсің деген сияқты. Ондай сөздерді бұл айту сүннетке, жалпы пайғамбардың ісіне, оған пайғамбар алейхиссалам ештеңені өзінің ойынан істемейді ғой, Аллахтың бұйрығы бұйырған. Сондай бір жалпы шариғатқа қарсы шығушылық болып есептеледі. Сондықтан бұндай нәрселерге біріншіден немқұрайлық танытпау керек. Екіншіден айтылып жатқан кезде ол пайғамбар айтты дегеннен кейін қоя қою керек та. Ол мысалы пайғамбар алейхиссалам осылай істе деді ма, солай істеу керек. Мұсылман ретінде да әрине. Енді Абу Саид аль-Худри деген сахаба айтады, радиаллаху анху, егер тамақ жеп болсаңдар, Алхамдулиллахиллази ат'амана ва сақана ва жа'алана минал муслимин деп айтуды үйретті дейді пайғамбар алейхиссалам. Яғни бізді ішкізген, жегізген, мұсылман қылған Аллаға шүкір деген мағынада. Осыны пайғамбар алейхиссалам тамақ жеп болғаннан кейін айтуымызды үйретті дейді. Сол сияқты Абу Умамадан жеткен риуаятта басқа бір нұсқасы келеді осы дұғаның. Алхамдулиллахи хамдан касиран тайибан мубаракан фих, ғайра муаддаин ва ла мустағна анху раббуна. Аллах тағала көп, сансыз, жаңағыдай жақсы мақтау мадақтар болсын. Және я Раббымыз осы ризықты дейді, беріп жатқан ризықты біздің өзімізге қалдыра көрме дейді. Яғни ол деген сөз, сол ризықты табуды, сол жаңағы напақаны үйге тауып алып келуді біздің өзіміздің күшімізге ғана қалдыра көрме дейді. Яғни біз өзіміздің күшімізге қалатын болса, онда біз ризықсыз қаламыз. Бұның барлығы бізге Аллах тағаланың беруімен, көмегімен, жәрдемімен келіп тұрған нәрсе. Өйткені Аллах тағала разиқ, ризықтандырушы. Ал егер өзің тап деп Аллах тағала өзіңе қалдыратын болса, соның жаңа ризықты табу ісін, онда біз құрып кетеміз. Тіпті біз қас-қағымға дейін, қас-қағым сәтке де өзіңе мұқтажсыз қылма дейді ғой дұғада пайғамбар алейхиссалам. Біз бір сәтке де Аллах тағалаға мұқтажсыз бола алмаймыз. Әрбір ісімізде, әрбір жаңағы іс-әрекетімізде барлығында Аллахқа мұқтажбыз. Сондықтан бізге былайша айтқанда бізді жәрдемсіз қалдырма деп жатыр ғой бұл мәселеге келгенде, ризық мәселесіне келгенде. Және осы жерде тағы бір пайғамбар алейхиссаламның шархта келіп жатыр. Біреу үйіне шақырса дейді тамаққа, барып тамағын жедіңіз, жаңағы барлық дастархан қойған нәрселерінен ауыз түйдіңіз. Сол кезде пайғамбар алейхиссалам үйіне шақырған дастархан жайған бауырларымның ақысын беріңдер деген екен. Сонда сахабалар оның ақысы не? Оған біз не беруіміз керек деген кезде, егер кімде-кім сондай біреудің үйіне барып тамағын жеп суын ішкеннен кейін оған дұға қылса, онда ол ақысын берген болып есептеледі дейді. Сондықтан жаңағы дастархан жайған адамға, жалпы үйге, үй шаңыраққа
дұға қылып кету, ол пайғамбар алейхиссаламның сүннеті екен. Әрі сіз сол ішкен жегеніңіздің былайша айтқанда ақысын берген боласыз дейді сол уақытта. Ал Аллах пайғамбар алейхиссаламнан мынандай бір дұға қалған сондай уақыттарда, яғни біреудің үйіне барып тамақ жеген кезде пайғамбар алейхиссалам мына дұғаны айтатын болған: Аллахумма барик лахум фима разақтахум вағфир лахум вархамхум. Я Алла, осыларға, яғни жаңа дастархан жайғандарға берген ризығыңды берекелі ет, және олардың күнәларын кешір, мейіріміңе ал деп, осылай пайғамбар алейхиссалам дұға қылып кететін болған барған жеріне. Бағанағы ең бірінші келтірген риуаятқа ұқсас тағы бір риуаят. Айша анамыз айтады: Кана набию яъкулу тааман фи ситтатин мин асхаби. Пайғамбар алейхиссалам өзінің сахабаларынан 6 адаммен бірге тамақ жеп жатқан еді дейді. Қасында 6 сахабасы бар. Фажаа арабиюн фаакалаху билуқматайни. Сосын бір бадауи араб келіп, бадауилер өзі не үшін басқа арабтардан бөліп, оларды араби деп айтады. Мысалға мыналар араби, олар араби. Өйткені олар бадауи деп оларды бөлетіні, оларда мәдениет, этика, әдеп деген нәрселер онша аздау ғой, жоқ десе де олар. Дөрекі, андай бір жабайы ғой, ана аяқта тек таудың көктерінде мал бағып жүретін арабтар ғой. Соларды айтады да бадауи деп. Енді сол келіп дейді, жаңағы 6 сахабасымен пайғамбар алейхиссалам тамақ жеп отқан кезде келді, ана тамақты 2 қасап жеп қойды дейді. Сосын пайғамбар алейхиссалам айтты дейді: "Лаусамма лакафакум." Мынау бисмилля деп айтқанда сендердің бәріңе жететін еді бұл тамақ деп айтты дейді. Өйткені жаңағы алдыңғы риуаятта келгенде шайтан араласады. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді: "Инна Аллаха ла ярда анил абди ан яъкула ал-аклата фаяхмадаху алейха ау яшраба аш-шарбата фаяхмадаху алейха." Аллах тағала өзінің пендесіне, құлына тамақ ішкен кезде альхамдулилля десе, бір жұтым тамақ жесе де, сол сияқты бір жұтам су ішсе де, оның ізінше альхамдулилля деп Аллаға мақтау шүкір айтса, разы болады дейді. Яғни бұл тамақтың берушісі, сол ризықты бізге жеткізуші, соны нәсіп етуші Аллах болғаннан кейін, соны Аллаға шүкір айту, сол Алланы разы қылатын нәрсе дейді. Былайша айтқанда, бір адамға да бір нәрсе берсе рахмет айтасыз ғой, сол сияқты. Енді бұл нәрселер әр қайсысы біздің дініміздің әдептері, пайғамбар алейхиссаламның сүннеттері. Сондықтан бұл нәрселерді өзіміз жаттап және өзгелерге үйретіп отыруымыз керек екен. Келесі баб маджаа фи қадахи расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар алейхиссаламның тамақ істеуге пайдаланған қазан десек те болады, қазан құсаған ыдысы ғой. Сол туралы келген 2 риуаят бұл жерде. Біріншісі Сәбиттен жетеді, радиаллаху анху: "Ахраджа илейна Анас ибн Маликин қадаха хашабин ғализан мудаббабан би хадид." Анас ибн Малик бізге жаңа ағаш ұстайтын жерлері бар, және қалың темірден жасалған бір жаңа қазан құсаған ыдысты алып шықты дейді. Сөйтіп, "Хаза қадаху расулилла саллаллаху алейхи вассалам." Бұл Аллах елшісінің қазаны деп бізге айтты дейді. Жалпы өткен сабақтарда да біз айттық қой, пайғамбар алейхиссаламның артында қалған киімі болсын, жаңа жүзігі болсын, соның барлығын көруге сахабалар, жас сахабалар көрмей қалған, және табигендер ынтық болған. Сол қазанмен дейді Анас ибн Малик басқа бір риуаятта: "Сақайту расулаллахи би хазал қадахи шараба куллах." Мен бұл ыдыспен дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға сұйық мынау сусындардың барлығын бергенмін дейді. Яғни соның ішінде су, мынау нәбиз деген құрманы суға салып, компот қой, құрманың компоты, сосын бал, сүт, осы ұсаған сусындардың барлығын осы қазанмен пайғамбар алейхиссаламға ішкізгем дейді. Келесі баб маджаа фи сифати факихати расулилlah. Пайғамбар алейхиссаламның жеген жемістерінің түрлері. Пайғамбар алейхиссалам жеміс жеген ба, жесе қай түрін жеген, осы мәселелерге қатысты келген риуаяттар. Абдулла ибн Джафар айтады, радиаллаху анху: "Кана ан-набию яъкулу ал-қиссаа бир-рутаб." Пайғамбар алейхиссалам қисса деген қиярдың бір түрі ғой. Былайша айтқанда қияр дей берейік.
қиярды құрмамен бірге араластырып жейтін еді дейді. Бір риуаяттарда тұз салып жейтін еді дейді, тұз қосып. Бұл қисса деген Құранда аталатын өсімдіктердің бірі. Айша анамыз да айтады, кана якулул биттиха биррутаб. Қарбыз бен құрманы араластырып бірге жейтін дейді. Бір неде риуаяттарда келеді, бұл қарбыздың жаңағы мұздай болады енді. Қарбыздың мұздайлығына құрманың жылысымен, мынаның жылысын, мынаның мұздайымен деп бір-бірін араластырамыз деген, бір-бірімен кетіреміз деген сияқты сөз бар пайғамбар алейхиссалам. Жалпы екеуін араластырып жеген. Және көп риуаяттарда солай келеді. Келесі Анас ибн Маликтің риуаятында да раайту расулаллахи яжмау байнал хирбиз ва рутаб дейді. Хирбиз деген парсы тілінде қарбыз ғой. Парсылардың сөзі ғой. Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы қарбыз бен құрманы араластырып жеп жатқанын көрдім дейді. Сол сияқты Абу Хурайрадан жеткен хадис сахабалар былай істейтін дейді. Егер мынау жемістер бар ғой, соның алғашқы піскен жемістерді, мысалы жүзім болсын, құрма болсын, ең бірінші болып піскен жемістерді пайғамбар алейхиссаламға апарып беретін еді дейді сахабалар. Пайғамбар алейхиссалам оны алғаннан кейін былай деп дұға қылатын еді дейді. Аллахумма барик лана фи симарина. Я Алла, бізге мына жемістерімізге береке бер. Ва барик лана фи мадинатина. Бізге Мәдинамызға береке бер. Ва барик лана фи саина ва фи муддина. Са муд деген жаңа нелер ғой, өлшем бірліктер ғой, келі, грамм деген сияқты. Сол нәрселерімізге береке бер. Аллахумма инна Ибрахима абдука ва халилука ва набиюк. Я Алла, Ибрахим сенің құлың, досың, пайғамбарың. Ва инни абдука ва набиюк. Мен де сол сияқты сенің құлыңмын, пайғамбарыңмын. Ва иннаху даака ли Макката. Оны не үшін айтып жатыр? Мына жерде Ибрахим пайғамбардың Меккеге қылған дұғасы бар ғой. Фажал афидатан минан наси таху илейхим варзукхум минас самарат деген. Жаңағы адамдардың көбісінің жүректерін сол жаққа тартып тұратын қыл дейді. Меккеге дұға қылған. Және жан-жақтан ризық несібелерін, жеміс-жидектерін келіп тұратын қыл деп. Ұстаздарым жаңағы айтатын. Мысалы қарасаң, осы дұғаның берекетімен дейді, қазір сол Меккеге барсаң, жеміс-жидектің әлемде өсетін кез келген түрін табасың дейді. Бірақ Сахара өздерінде ештеңе өспейді құрмадан басқа. Құрманың өзі өсе бермейді, Мадинада өседі. Қарасаң, осы дұғаның берекетімен Аллах Тағала оларға жаңағы бүткіл Африкада болсын, басқа жерде болсын, өсетін жеміс-жидектердің барлығын сол жаққа әлі күнге дейін жеткізіп тұр дейді. Меккеден барсаң, кез келген табасың қазір дейді. Және жаңағы бейбіт, тыныш қала қыл деп дұға қылған жоқ па? Енді Ибрахим пайғамбар солай Меккеге дұға қылған болса дейді пайғамбар алейхиссалам. Ва инни адаука лил Мадина бимисли ма даака бихи ли Макката. Сол Меккеге дұға қылғандай қылып, мен де Мадинаға дұға қыламын дейді. Яғни сол нәрселерді Мадинаға да нәсіп ет деп біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға қылып сұрайтын болған екен. Ва мислаху ма, тіпті тағы да сондай қылып деп еселеп деген сияқты мағынада сұрайды екен. Сосын осы дұғаны айтып болғаннан кейін ал жаңағы алып келген жемісті ше. Сумма яду асғара валидин яраху файутихи залика самар. Жан-жағында ең кішкентай кім болса балдардың ішінде соған береді екен жаңағы жемісті. Деп пайғамбар алейхиссалам. Ол жердегі хикметін енді білмедім. Шарқта да оны жазып апты. Рубай бинт Муайиз ибн Афра. Муайиз ибн Афра деген сахабаның қызы айтады. Мені жаңағы әкем пайғамбар алейхиссаламға бір ыдысқа сондай құрма және басқа да мынау жемістер бар ішінде. Жаңағы қияр ұқсаған кішкентай көкөністер бар. Сондайларды араластырып салып, былайша бір табақ жаңағы құрмасы бар, басқа да көкөністер бар. Соны салып дайындап пайғамбарға беріп жіберді дейді. Яғни мені соған жұмсады дейді жаңағы сахабаның қызы айтады. Мен осыны алып пайғамбар алейхиссаламға барған кезде оның алдында Бахрейннен келген не бар екен дейді. Әшекейлер, бұйымдар, алтын, күміс, басқа да әшекей бұйымдар бар екен дейді. Ол енді мынау хараж дейді ғой. Хараж былайша айтқанда салық сияқты ғой. Сол Бахрейннен келген былайша айтқанда салық қой. Сол нәрселер тұр екен алдында. Фамала аядаху минха фаатонихи. Жаңағы енді құрмаға келіп тұрған қызға, сахаба әйелге
қолына пайғамбар алейхиссалам толтырып жаңағы әшекей қымбат нелерден маған берді дейді. Бұл жерден пайғамбар алейхиссалам жомарттығын білдіреміз. Екіншіден бір хадисінде айтты ғой, сендерге бауырларың бір жақсылық жасаса, қандай да бір жақсылық, мағруф дейді, сендер оған сол сияқты бір нәрсемен қайтарыңдар дейді. Оның орнына сендер де жақсылықпен қайтарыңдар дейді. Сол сияқты пайғамбар алейхиссалам бұл жерде әкелген бір табақ құрмасына бір уыс алтын күміс беріп жіберген ғой. Келесі бап пайғамбар алейхиссаламның ішкен сусындары туралы. Айша анамыз айтады: "Кана ахаббу шараби иля расулиллахи ал-хул вал барид." Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ең қатты жақсы көріп ішетін сусындары ол тәтті әрі салқыны дейді. Тәтті әрі салқын болғаны дейді. Ибн Аббас деген сахаба айтады, біз Халид ибн Валид екеуміз Маймунаның үйіне бардық дейді пайғамбар алейхиссаламға. Фажаатна би инаин мин лабанин фашариба расулуллахи ва ана аля яминихи. Бір ыдыспен сусын алып келді дейді Маймуна анамыз. Сөйтіп пайғамбар алейхиссалам одан ішті де, мен оң жағында тұр едім, Халид ибн Валид сол жағында тұр еді дейді. Сөйтті де пайғамбар алейхиссалам қалған суды маған ұсынды дейді. Өзі ішіп болып, жаңа Ибн Аббасқа ұсынған ғой. Оң жағында тұр ғой өйткені. Әйтпесе Халид үлкен одан Ибн Аббастан. Сөйтті де аш-шарбату лак. Мынау су саған деп айтты Ибн Аббасқа. Фа ин ши'та асарта биха Халидан. Егер қаласаң, өзіңнен бұрын Халидке бер деп айтты. Егер қаласаң. Өйткені пайғамбар алейхиссалам Халидке өзі берейін десе, ол сол жағында тұр. Ал оң жағында Ибн Аббас. Бірінші ас-суннату минал ямин деген бар ғой. Сүннет оң жақтан. Бір есікке кірейін деп жатсаңыздар да, мысалы бірінші оң жақтағы адамды жіберіңіз. Сол сияқты пайғамбар алейхиссалам Ибн Аббасқа беріп жатыр. Әйтпесе Халид жасы үлкен. Сонда ол айтты дейді: "Ма кунту ли уthira ala su'rika ahadan." Мен сенен қалған суды ешқандай өзімнен басқа ешкімге бермеймін деп айтты дейді. Яғни жолымды бұл жерге келгенде жолымды бермеймін оған деп айтты дейді. Өйткені пайғамбардың несі ғой. Аузы тиген ыдыстан ол су ішейін деп тұр да. Ол былайша айтқанда сахабалардың барлығы ол табаррук жасайтын болған ғой. Сумма қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, сосын пайғамбар салам айтты дейді: "Ман ат'амаху Аллаху та'аман фалияқул Аллахумма барик лана фих." Кімге Аллах тағала тамақ берсе, яғни тойдырса, ол я Алла бізге бұны берекелі ет деп дұға қылсын дейді, айтсын дейді. Ва ат'имна хайран минху, және одан да жақсысын бере көр деп айтсын дейді. Сол сияқты кімге Аллах тағала сусын ішкізсе, бір нәрсе берсе, нәсіп етсе, Аллахумма барик лана фихи ва зидна минху. Осыған бізге береке бер және оны арттыр, көбейт деп дұға қылсын дейді. Сол сияқты пайғамбар алейхиссалам да сүтті мақтаған туралы хадис бар. Лайса шайун юрзи макана таами ва шараби гайра лабан. Тамақ пен сусындардың орнын толтыратын сүттен басқа еш нәрсе жоқ деген. Сондай сүттің тойымды бір сусын екенін және өзіңде жақсы көретіндігін осы арқылы пайғамбар алейхиссалам білдіріп отыр. Енді мына жерде суды өткенде жаңа отырып ішу, тұрып ішу мәселесі қозғалды ғой. Соған байланысты риуаяттар Ибн Аббастан біреуі жетеді. Анна набия шариба мин замзама ва хува qaim. Пайғамбар алейхиссалам замзам суын тұрып ішті дейді. Яғни орнына тұрып ішті дейді. Бұл арқылы және мына келесі риуаятта да Абдулла ибн Амр айтады: "Раайту Расулаллахи яшрабу qaиman ва qaida." Мен пайғамбардың отырып та тұрып та су ішкенін көрдім дейді. Саллаллаху алейхи вассалам. Бұл арқылы екеуінің де рұқсат амал екенін білдіріп жатыр. Екеуінің де жайыз рұқсат амал екенін білдіріп жатыр. Бірақ абзалдық тұрғысына келген кезде, мысалға екі іс бар, екеуі де сүннет болуы мүмкін, бірақ қайсысы жақсырақ, қайсысы абзалырақ деген сияқты іс болады ғой. Сол сияқты мына жерде екеуі де рұқсат. Отырып ішсең де, тұрып ішсең де болады. Өткен пайғамбар алейхиссалам отырып та тұрып та ішкен. Бірақ енді абзалдық тұрғысына келгенде отырып ішу. Түсінікті ғой, иә? Сол сияқты да келесі Бухари риуаят ететін хадисте де Али радиллаху анху рахба дейді, өзінің осындай бір кең алаң сияқты бір отыратын, мәжіліс құратын, уағыз айтатын бір жері болған Куфада. Сол жерге келіп, мынандай құманмен су алдырып, сол жерге дәрет алып болған соң, соның ішінде қалған суды орнында тұрып
ішті дейді. Және пайғамбар алейхиссалам осылай дәрет алатын және осылай істейтін деп айтқан. Суды да ішу мәселесінде. Енді келесі Анас ибн Маликтің риуаятында пайғамбар алейхиссалам кана ятанаффасу фил инаи саласан иза шариб ва яқулу хуа амрау ва арва. Пайғамбар алейхиссалам су ішкен кезде 3 рет демалып ішетін дейді. Яғни бір ұрттап демалып, екінші рет ұрттап демалып, сосын бөліп ішетін деген сөз ғой. Сөйтіп бұл тәттірек және шөлді жақсырақ қандырады дейді. Бұлай ішу тәттірек болады дейді. Ол су болсын басқа болсын. Және шөлді жақсырақ қандырады деп айтты дейді. Сол сияқты 2 рет демалып ішкен деп мына келесі риуаятта айтылады. Жалпы үзбей, бөлмей, түйе құсап ішпеңдер деген хадис бар пайғамбар алейхиссалам. Түйе құсап жаңағындай жұтып ізінше жаңағы бір демалмастан өтіп су ішуге болмайды дейді. Өйткені ол бауырды құртады деген екен пайғамбар алейхиссалам хадистерінің бірінде. Мына жақта жаңа шарттарында келіп жатыр. Кәпша деген сахаба айтады радиаллаху анха, әйел кісі, дахала алейя набию саллаллаху алейхи вассалама фашариба мин фи қирбатин муаллақатин қаиман. Мынау бір не болады ғой, фляшка сияқты. Бізде де мынау сыртын матамен қаптап, мұздай не дейді, торсық. Сол ілулі тұрған торсықтан су ішті дейді пайғамбар алейхиссалам үйге келіп. Сосын фақумту иля фиха фақататух. Мен оның барып жаңағы торсықтың аузын кесіп алдым дейді. Пайғамбар алейхиссалам ішіп болғаннан кейін, жаңағы торсықтың аузы бар ғой, сол жерін кесіп алдым дейді. Ол жердегі мақсаты енді мына жерде шарттарда келтіреді. Біріншіден пайғамбар алейхиссалам еріне тиген жерден басқа ешкім ішпей-ақ қойсыншы деген сияқты бір не болып дейді. Немесе ол табаррук дейді. Яғни оны кейін басқа бір нәрсеге пайдаланады. Яғни ол жаңағы сондай ауырып қалған кезде сонымен су іше ме, сондай нәрселер жалпы болған. Мысалға пайғамбар алейхиссаламның әйелдерінің бірі үйіне келген кезде жатып пайғамбар алейхиссалам терлемей ма төсекте. Сол терлеген матаны қиып алып қоятын болған, сақтап. Ол имам Муслимнің неқта хадистер жинағында келеді. Кейін сол балалар ауырғанда, басқа болғанда жаңағы нені суға салып, сығып, пайғамбар алейхиссалам терлеп, жаңағы тері кеуіп қалмай ма? Сол матаны жаңағы мысалға айтайық, простинаға жатып терлесе, сол жаңағы тері жұққан жерін қиып алып қойған ғой. Соны кеппей ма еді? Кейін балалар ауырып бірдеңе болған кезде жаңағы матаны, пайғамбар алейхиссалам тері тиген матаны суға салып, сығып, сол сумен балалар жуындыратын болған. Яғни сондай былайша айтқанда неге пайдаланған. Бұны енді табаррук дейді. Келесі бап пайғамбар алейхиссаламның әтір, иіссу қолдануы туралы келген риуаяттар. Шама аз ғана риуаяттың соңында қосып бітіріп тастайық. Анас ибн Малик айтады, пайғамбар алейхиссаламның сукка деген мынандай ыдыс қой енді жаңа әтір сақтайтын мискісінің қабы қорабы сияқты сондай бір қолында иіссудың ыдысы жүретін дейді әрдайым. Яғни ішінде иіссуы бар. Сонымен пайдаланатын дейді соны былайша айтқанда. Бірақ риуаяттардың барлығында келеді, пайғамбар алейхиссалам ешқандай иіссу пайдаланбаса да, оның терінің өзі сондай жұпар иіс болып шығатын, алақанның өзі ақ бір жаңағыдай иіс шығарып тұрған сияқты, сондай бір миск шығарып тұрған сияқты бір алақанның өзі сондай бір жұпар иіске бай болатын дейді пайғамбар алейхиссалам. Тіпті сахабалардың риуаяттарында келеді, біз пайғамбармен амандассақ, кешке дейін сол қолымыздан иісін сезіп жүретінбіз дейді, кетпейді дейді. Яғни ойнап жүрген бір топ балалардың бір риуаятта да ол да келеді, біреуінің басынан сипаса пайғамбар алейхиссалам, анау кәдімгідей айрықша болып жүреді дейді да, балалардың арасында иісі аңқып, білініп жүреді пайғамбар басынан сипап кеткендігі дейді. Бірақ сонда да пайғамбар алейхиссалам жаңағы әдемі иісті, хош иісті жақсы көретін болғандықтан одан сайын арттыру мақсатында иіссуды да пайдаланатын болған. Сол сияқты пайғамбар алейхиссалам Анас ибн Малик айтады, кана ла ярудду тайба дейді. Пайғамбар алейхиссалам жаңағы иіссу ұсынылған кезде, кейде намаздың алдында миск беріп жатады ғой, сондай кезде бас тартпайтын болған дейді. Яғни алатын болған дейді. Мынау Ибн Омардан жеткен риуаятта пайғамбар алейхиссалам айтады, «Саласун ла турадду». 3 нәрсе сендерге ұсынылса, ол қайтарылмайды. Яғни қолын қайтармаңдар дейді. Сендерге 3 нәрсе ұсынса біреу, оның қолын қайтармаңдар дейді. Біріншісі әл-уасаид.
көпшік. Осындай отырған кезде бір жастық әкеп берді ма, шынтағың астына сал немесе басқа арқаңа сал деп. Ау, неге болмайды? Өткенде жатқан туралы риуаяттар өттік қой. Біреу көпшік әкеп берсе, ау, қайда болса да, мысалы ерекеңе қазір көпшік әкеп бер. Көрпесін ұватады мысалы кейде. Сондай кезде қолын қайтармаңдар дейді. Бұл біріншісі. Екіншісі, сендерге иіссу, әтір ұсынылса месік мысалға. Ол кезде де қолын қайтармаңдар дейді. Үшіншісі сүт дейді. Өсіндерге сүт берсе, қолын қайтармаңдар. Бұл үшеуден де басқа нелер келеді. Енді бұл жердегі неге бұларды атап жатыр деген кезде ғалымдар айтады, былайша айтқанда міндетсін алмайтын нәрселер ғой дейді. Алдында саған көпшік алып бердім ғой деп ешкім міндетсін алмайды ғой. Сондықтан оны ала бер дейді, уайымдама, қорықпа дейді. Ал мысалы біреу саған қомақты ақша беріп жатса, ертең қорқасың ғой, қой тағы ертең жұрттың көзінше бетіме басып, бүйткенім қайда, сөйтіп едім ғой саған деп жатса деп бір сондай артынан зиян келем ба деп қорқасың ғой. Өйткені пайғамбар алейхиссалам айтпай ма? Жаңа беруші қол, алушы қолдан жақсы деп, және сол сияқты тағы бір риуаяттарда біреуден барып сұрайсың дейді. Ол берсе бергені, бермесе ол жаңа сөзбен зиян келтіреді дейді. Сен ақ осы сұрай жүресің деген сияқты. Тағы бір нелерде келеді, бергеннің өзі артынан міндетсінетін болса деген, сондай нәрселер бар ғой. Сондай, ал бұл жаңа айтылып жатқан нәрселерде ондай жоқ дейді. Қауіпі жоқ былайша айтқанда о жағынан. Қорықпай ала берсең болады дейді. Сондықтан осы нәрселерді атаған дейді. Келесі Абу Хурайраның риуаятында пайғамбар алейхиссалам айтады. Мына ер кісілерге байланысты. Еркектерге мына түсі жоқ, иісі бар нәрселер жақсы дейді. Міне, бояу андай нелер емес, одан иісі бар нәрсе жақсы дейді. Ал әйелдерге керісінше, иісі жоқ, түсі бар нәрсе жақсы дейді. Түсінікті ғой, анда жаңа бірдеңелер бояған кезде, не алған кезде, иісі жоқ, түсі бар нәрселер жақсы дейді. Сол сияқты риуаяттар. Одан кейін тағы бір риуаятта «Иза уътия ахадукумур рихана фала яруддаху фа иннаху хараджа минал жанна». Рихан деген кез келген хош иісті өсімдіктерге айтылады. Кез келген хош иісті өсімдіктің барын рихан дейді, райхан дейді. Сондай нәрсе сендерге ұсынылса дейді, бір сондай бір хош иісті шөп берсе мысалға, оны қайтармаңдар, өйткені ол жәннаттан дейді. Жәннаттан шыққан дейді. Енді бұл жәннаттан шыққан дегендігін шарықтарда екі түрлі түсіндіреді. Біріншісі, ол жалпы ондай өсімдіктердің түбі негізі жәннаттан келген, содан неше түрлі болып таралып, сонымен түрленіп кеткен. Жалпы сондай бір өсімдік жәннаттан келіп, сонымен жер бетінде сондай өсімдіктер содан таралған деген сияқты. Немесе сондай жұмақтағы хош иісті гүлдердің, шөптердің иісіне ұқсайтын болғандықтан салыстырмалы түрде айтқан дейді. Бұл жұмақтан шыққан сияқты бір иісі деп ше. Сондай. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.